Қайырлы күн ұстаздар. Бүгін сіздерге Gamma AI платформасымен презентация жасауды көрсететін боламын. Ол Gamma AI деген мынау платформаның ішкі көрінісі. Осы жерден регистрацияны өтесіздер. И содан кейін мынау кнопканы басасыздар. Создать новый AI деп. Мына жерде сгенерировать дегенді басасыздар. Осыны бастық. Презентация, веб-сайт, документ деп тұр. Енді мен сіздерге нақты презентацияны көрсететін болғандықтан презентацияны басам. Мысалы, кез келген мұғалім өзінің қажетті нәрсесін істесе болады. Мен жалпылама бір тақырып ретінде математиканың маңызы деген тақырыпты көрсетейін. Математиканың тілін ауыстырып жіберейік. Математиканың маңызы деген тақырып. И создать конспект. Мына жерде 8 и карт деп тұр ғой. Бұл сіздің слайдыңыздың беті. Мына жерде 15-ші беттен кейін уже сізде платный болады. Білмеймін, вроде бы 8 бет жететін сияқты. Мен енді 5 бет қылып көрсете берейін, чтобы видеомыз қысқа болу үшін. Мына жерде тілді таңдайсыздар, соответственно. Бұл жерде енді қазақ тілімен жасау мүмкіндігі қарастырылған. Қазақ тілін басамыз. И создать конспектті басамыз. Создать конспектті басқан кезде сіздің әр слайдыңыздың бетінде қандай тақырыптар қозғалатындығы туралы көрсетілген. Мына жерде бірінші бетте математиканың қоғамдағы рөлі, білім беру жүйесіндегі маңызы, математиканың. Бұл жерде енді сіздің өзіңіздің тақырыбыңызға байланысты нәрселер шығады ғой. Мына жерде сразу өзіңіз өзгертіп алсаңыз болады. Мен де өзгертуді қажет деп таппаймын. Және мына жерде суреттерді көрдіңіз ғой. Авто, веб, мына жерде изображение ИИ деп тұр. Изображение ИИ-ді таңдайтын болсаңыз, сіздің презентацияңыздағы суретті де өзі істейтін болады. Мына жерде веб дейтін болсаңыз, немесе авто дейтін болсаңыз, ол кезде өзіңіз қоясыз. Кеттік. Мына жерде кеттік ары қарап. Мына жерде каждый нәрсесіне мен тоқталмаймын, себебі видео өте үлкен болып кетеді. Сіздер осы платформаны AI-ды, жасанды интеллектті пайдалану барысында одан әрі қарай өздеріңіз әр кнопканы басу арқылы жаттығып кетесіздер. Бұны мысалы маған ешкім оны оқытпаған. Анау ютубтан қарап, аннан қарап, бұннан қарап, английский версияларын, орысша версияларын қарап табылған дүние ғой. Осыны бір балдар 40-45 мыңға сатып жүр. Білмеймін, ондай нәрсеге не стоит сияқты. Продолжить кнопкасын басамыз. Продолжить кнопкасын бассаңыз, сізде предварительно мына жерде сурет тұр шығады. Işte выберите тему деп тұр. Мына жерде өзіңіздің платформаңыздың ішінде қандай сурет болатынын таңдайсыз. Мына дизайны былайша айтқанда мен мысалы мынау қарашыл түсті ұнатып тұрмын, делік, мынандай темный. Содан кейін светлый, темный, мына жерде енді каждый функциясын өздеріңіз басу арқылы оны түсініп кетесіздер. Сгенерировать деген кнопканы басайын. Уже менің бұларға берген заказым жасалынып жатыр. Мына математиканың маңызы шықты. Мына 5 беттік. Хорошо, что үлкен бет алған жоқпын мен. Мына математиканың маңызы бірінші бет. Орындаған мынау. Мына жерде плюсті басып, немесе мына жерде картусы ИИ деп тұр ғой. Осы нәрселермен өзгертсеңіздер болады. Мына жерде өзі де өзгерейін деп тұр мысалға. Математиканың қоғамдағы рөлі, мына суретті өзі қойған, суретті өзіміз таңдасақ та болатын еді. Проблеманы шешу аналитикалық қабілет дейді. Осылай сіздер AI кнопкасымен таныс болдыңыздар. Осыны өзіңіздің жеке парақшаңыздан скачать етіп алып, бұны Canva-мен немесе өзіңіз үйреніп қалған PowerPoint-пен ашып, одан әрі түсетін жерін түсетсеңіз болады. Себебі бұл AI деген белгілі бір кодтардың жиынтығы болғаннан кейін бұл өздігінен ештеңе ойлап таппайды. Сол себепті дәл сіз сияқты бір мұғалім келіп, тура осы математиканың маңызы деп іздейтін болса, оған да тура осы информацияны шығарып беретін болады. Сол себепті кез келген AI-мен жасанды интеллектпен презентация жасаған кезде ол бәрібір белгілі бір дәрежеде өзіңіздің ішіне өзгеріс енгізуіңізді қажет етеді. Және бұл Gamma AI платформасы алғаш кірген кезде сізге белгілі бір бонус береді.
6 рет па 7 рет па тегін істеп алуыңызға шанс беріп, одан кейін сізге уже платный болады. Бірақ мен өзім ешқашан платный версиясын қолданбағам. Және басқа сразу ана аккаунтыңыздан шығып, басқа аккаунтта регистрациядан өтіп, жаңа жасасаңыздар болады, жаңа презентациялар жасасаңыз болады. Әр жаңа регистрациядан өткен сайын сізге тегін жасауға мүмкіндік беріп отыратын болады. Осылай всегда тегін жасаудың жолын осылай қарастырсаңыздар болады. Жақсы, біздің курсқа доступ алғандарыңызға алғыс. Алдағы уақытта сіздер тек қана қуантамыз деп ойлаймыз. Презентация жасайтын AI тек бұл емес, бұдан басқа да өте көп.